Ассаламағалейкум достар, қайырлы күн. Менің есімім Нұрасыл Тоқбай, жеке тұлға және кәсіпті желі дамыту эксперті оламын. Достар, осы видеода мен сіздермен қазіргі таңда біздің бойымызға қажет ең маңызды 3 дағдымен бөліскім келеді. Атап өтетін болсақ, бірінші дағда ол сенім наныммен жұмыс жасай білу. Екіншісі креативті ойлай білу. Үшіншісі шешендік, шеберлік. Достар, міне осы 3 дағда егерде біздің бойымызда болса, бізде табысты болуға, бақытты болуға үлкен мүмкіндіктер туады. Енді барлығын ашып айтып кетейік. Бірінші, сенім наныммен жұмыс жасай білу. Сенім наным қайдан қалыптасты? Көбінде біз дүние келгеннен кейін ол әке-шешеміздің тәрбиесінен, өмірлік тәжірибе, қоғамнан, ұстаздардан көбінде қалыптасады. Енді қазіргі таңда біздің бойымызда белгілі бір қалыптасқан сенім нанымдар бар. Оның көбі кері сенім наным болуы мүмкін. Кейбіреулері пайдалы сенім наным болуы мүмкін. Енді біздің мақсат пайдалы сенім нанымдарды қолданып, кері сенім нанымдарды не істеу керек, жоққа шығару керек. Мысал айтарлық, бір адам темекі тартады, бірақ ол қойғысы келеді, қояйын десе, оған кедергі сенім нанымдар бар. Мысалы, оның бойында қалыптасқан кері сенім нанымдар осындай болуы мүмкін. Темекі тартсаң, арықтайсың, темекімен үлкен дәретке барған жақсы, темекі стресстен қорғайды деген секілді бұрыннан қалыптасқан кері сенім нанымдар болуы мүмкін. Ал бірақ ол санасымен түсінеді, ол денсаулыққа зиян екенін. Енді ол осы кері сенім нанымнан айырылу үшін ол желкену керек жаңағы кері сенім нанымдардан. Керісінше осы темекі қойып кеткен, немесе темекі қою барысында бір жақсы кітаптар жазылса, сол жердегі сенім наным, сол жердегі принциптарды қолданса, сенім нанымын өзгертсе, оған өзгеруге де оңай болады. Көбінде бізді алға қарай бастырмайтын өзіме деген бағамыз, өзімізге қандай баға болады, біздің де алға қарай басуымыз соған байланысты. Мысалы, сіз алға қарай дамығыңыз келеді, бірақ бойыңыздағы кері сенім нанымы, өзіңізге деген қалыптасқан кері сенім нанымдар не істейді, бізді тежеп тұрады. Мысалы, мен ойымды толық жеткізе алмаймын, мен сториске түсе алмаймын, мен пост жаза алмаймын, қазіргі таңда бизнес жасау қиын, бизнес жасауға ақша керек, бизнес жасауға таныс керек, менің қолымнан келмейді, менің бойымда ондай жаратылыс жоқ деген секілді кері сенім нанымдар не істейді, бізге алға бастырмайды. Ақша қолдың кірі, ақша су секілді деген барлық осы кері сенім нанымнан біз айырылуымыз керек. Енді сізге осы тұста мен бір жаттығу бергім келеді. Осы жаттығуды орындау арқылы біз не істейміз? Пайдалы сенім нанымдарды бойымызға енгіземіз. Біріншісі, өзіңнің айналаңдағы адамдарға, көп қарым-қатынаста болатын айналадағы адамдарға кішкене зейін салып тыңдап көріңіз. Олар не айтады көбінде? Көбінде байқап қарасақ, жаңағы мен айтқандай сенім нанымдарды айтады. Менің қолымнан келмейді, мен ұялшақпын, мен тағы мұндаймын деген сияқты кері сенім нанымды көбі айналада айтады. Міне, соларды байқау арқылы сіздің бойыңыздан қараңыз, қандай сіздің бойыңызда кері сенім нанымдар бар. Соған байланысты 2-3 А4 қағаз алыңызда, соған жазыңыз бойыңыздағы барлық бағыттағы кері сенім нанымдар. Қарым-қатынаста, өзіңізге деген баға, кәсіп жасауда, денсаулықта қандай сізде кері сенім наным бар. Арқайын асықпай отырып, бір тыныштықта, бір соған арнайы бір уақыт бөліп, 1-2 сағат соны жазыңыз, бәрін жазыңыз. Содан кейін сол жазған кері сенім нанымдарды өзіңіздің алға қойған мақсатыңызбен салыстырыңыз. Ол сізді дамыта ма, жаңағы кері сенім нанымдар, немесе дамытпай ма? Енді адамдарда көбінде пайдалы сенім нанымдар болуы мүмкін. Ал кері сенім нанымдар айқындалса, соларды жоққа шығарыңыз да, оларды мүлдем қайталамаңыз. Керісінше пайдалы сенім нанымдарды не істеу керек? Күнде өзіңізге айтып жүру керек, санаға сенім сөз ретінде. Сөйтіп біз оған қалыптасамыз. Және де үшіншісінде бұл қалыптасқан сенім нанымдар қайдан келді анықтап көріңіз. Мүмкін сізге біреулер айтқан шығар, ол сіздің тәжірибеңізде болмауы да мүмкін. Біреудің жаңағы айтқан, сендіріп айтқан сенім нанымына біз бір кездері сеніп қалған болған шығармыз. Міне, сондықтан соларды айқындаңыз. Ол сіздің тәжірибеден келді ме, немесе біреудің ойы пікірі ме сізге жұққан. Міне, соны айқындау арқылы сізге оңай болады. Ол пайдалы ма, пайдасыз ба, ол дәлелсіз ба. Міне, содан кейін сіз қазірден бастап не істейсіз?
осы тәсілдерді қолданып бастаңыз. Теріс сенім нанымдарды айқындадыңыз, керісінше оның орнына пайдалы сенім нанымдарды жазыңыз да, сол пайдалы сенім нанымдарды өзіңізге қайталау арқылы, соған амал ету арқылы сіздің өміріңіз өзгере бастайды. Міне достар, сенім наным өте маңызды. Неге сенесіңіз, өміріңізде сол болады. Егер де менің қолымнан келмейді десеңіз, ол дұрыс болады. Егер де менің қолымнан келеді десеңіз де, ол дұрыс болады. Эйнштейн айтқан. Сіз не десеңіз де, барлығы дұрыс. Мен қолымнан келеді десеңіз де, келмейді десеңіз де, сол дұрыс болады. Сондықтан менің қолымнан келеді, мен мықтымын, мен табандымын деген секілді жақсы сенім нанымда болайық ағайын. Енді екінші дағды ол креативті ойлай білу. Ағайын, қазіргі таңда өте мүмкіндік, өте көп. Қай жерге тас лақтырсаң, сол жерден не істеуге болады, бизнес жасауға болады. Бірақ бізде креативті ойлай алмаймыз. Қарапайым жетістік формуласы бар. Бастысы жаңағы икигаймен өзіңіздің салаңызды айқындап алыңыз. Қолыңызда не келеді, не ұнайды, халықта оған сұраныс бар ма, халық оған ақша беруге дайын ба, мысалда. Осы бағытты таңдадыңыз, ол сіздің мақсатыңызды. Енді қарапайым, осы бағытта табысқа жеткен, осы бағытта табысты адамдар бар ма? Сол 4-5 адамды алып, солардың істеп жатқан амалдарын не істеу керекпіз? Біз қайталау керекпіз. Қайталағаннан кейін бізде де не істейді? Сол жетістіктер бола бастайды. Міне достар, қарапайым. Және де қазір барлығы Google-да бар. Көбі адам миын қозғалтпайды, ойланбайды. Адамның миы сұрақпен жұмыс жасайды. Егер де сіз өзіңізге сұрақ қою арқылы соған жауап қайтарсаңыз, сізде барлығы да болады. Барлығы ашыла бастайды. Сондықтан креативті ойлап үйреніңіз. Сұрақпен жұмыс жасап үйреніңіз. Күнде бір отырып, мысалы мен күнде осындай жаттығу жасаймын. Бір мәселені шеше алмай жатсам, мен өзіме коуч болам, және де клиент болам. Мысалы, менде бір запрос бар, мен клиентпін, бір өзімде өзекті бір мәселемен келдім, бір проблемамен. Мысалы, мен табысымды еселеткім келеді. Қалай табысымды 2 еселетсем болады деген мен істеймін, сұрақ қоямын. Мен клиентпін да, енді коуч айтады. Коуч келеді да, жаңа мысалы мен өзімді 3 бұрышты қылам, клиентті 4 бұрышты қылам да, сөйтіп 4 бұрышты коуч болып айтамын. Сен табысыңды еселету үшін неден бастауың керек, не істеуің керек деген мысалы сұрақ қоям. Содан кейін келем да, так, мен қазір қандай ресурстар бар, мынау бар, мен осыны істей аламын қазір. Мен мынаны істей аламын, мынаны істеймін да. Окей. Енді қайтадан коуч болам да, осыны қашан бастайсың? Бұны істеуге қандай саған құралдар керек деген сияқты осындай көптеген сұрақтарды қою арқылы, жауап беру арқылы не істеймін? Мен өзімнің жоспарымды жазамын да, кәдімгі уақытын белгілеп, кәдімгі дайын стратегияны өзім құрып аламын. Сосын тек не қалды? Тек амал жасау қалады. Амал жасап кетемін. Егер де араңызда мысалы амал жасауға да қиындық туса, коучпен жұмыс жасаңыз болады. Коуч сізде қадағалаушы болады. Немесе жақсы сыйласатын, сіздің құндылыққа бірдей адам болса, соны да қадағалаушы қылып, жаңағы стратегияңызды құрып, ол сізді қадағалауға болады. Сөйтіп сіз не істейсіңіз, нәтижеге де жетесіз. Міне, екінші дағды ол креативті ойлай білу. Қазір барлық құрал, барлық мүмкіндік бар, тек ойлану керек. Тек Google-ға жазсаңыз, барлығы шығады, YouTube-ға шықсаңыз, барлығы шығады. Любой курсты қазір мысалы Телеграмнан, слифтен алып, оқып, оны амал етіп, бойыңызға енгізіп алсаңыз болады. Тек қана іздеу керек, кішкене ойлану керек. Енді үшінші дағды ол шешендік шеберлік. Шешендік шеберлік барлығымыз білеміз. Қазір ақпарат заманы. Сіз егерде бір ойды әдемі халыққа жеткізіп білсеңіз, сатып білсеңіз, адамдар сізге көп келеді. Сіздің қызметіңіз, сіздің өніміңізде өткіш болады. Жалпы адам тауарға келмейді, адам адамға келеді. Сіз қаншалықты кәсіпкер болсаңыз да, сіз тауарды сатқаннан гөрі өзіңізді брендіңізді құрып алып сатсаңыз, ол сіздің табысыңыз, сіздің сатылымыңыз еселенеді. Сондықтан личный брендпен жұмыс жасау үшін Инстаграмнан ұялмай, Ютубтан ұялмай, өзіңіздің ойыңызды, өзіңіздің шеберлігіңізді халықпен пайдалы контентпен бөліссеңіз, сізде міндетті түрде табысты боласыңыз. Міне достар, енді үшеуін үйлестіріп көрейік. Мысалы, сіз жаңағы сенім нанымен жұмыс жасап білдіңіз. Керіс сенім нанымыңызды айқындадыңыз барлық бағытта. Және де оның орнына пайдалы сенім нанымды жазып, соны қолданып бастадыңыз да, мысалы. Екінші креативті ойлау. Жаңағы ойлардың барлығын, сенім наным, мақсаттарыңызды үйлестіріп, бір стратегия құрып, сол стратегия арқылы не істейсіз? Халыққа ойыңызды әдемі жеткізсеңіз, сіздің табысыңызда не істейді? Еселенеді.
Міне достар, осы 3 дағдыны бойыңызға енгізуге Алла нәсіп етсін. Достар, осы және де басқа да маңызды дағдыларды бойыңызға енгізуді шешсеңіз, біздің Өзгер академияда 30 күндік жетістік формуласы атты курс бар. Ол курста негізгі 20 дағдыны үйрететін боламыз. Негізгі маңызды 20 дағды. Енді бұл курс жайында толық ақпарат білгіңіз келсе, төмендегі описанияға өтіп, сілтеме арқылы сайтқа кіріп таныссаңыз болады. Достар, осы видео егерде сізге пайдалы болса, лайк басыңдар, достарыңызбен бөлісіңдер және де біздің каналға тіркеліңіздер. Келесі видеоларда көріскенше қош аман болайық ағайын.